Баршаңызға кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын фунчоза салатын жасаймыз. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен тауық етін осылайынан ұзыншалап жіңішкелеп турап дайындап аламыз. Одан кейін сәбізімізді де ұзыншалап дәл видеодағыдай жіңішкелеп турап аламыз. Барлық заттың құрамдарын описанияға қалдырып кететін боламын. Достар, егер мен видеоларым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңшаны басып қойып отырыңыздар. Енді тәтті бұрышымызды осылайынан жіңішкелеп, ұзыншалап турап аламыз. Мен екі түрін пайдаландым, қызыл және сары түрін. Қызыл түрінде дәл солай жіңішкелеп турап дайындап аламыз. Енді сарымсақтарымызды да сақтап турап дайындап алдым. Енді фунчозамызды ыстық суға үстіп салып қоямыз. 5 минутқа үстіп салып қойдым. Одан кейін қызып тұрған табамызға тауық етін осылайынан жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін қуырғаннан кейін үстіне сәбіздерімізді алып, тағы да жұмсарғанша қуырып алдым. Енді үстіне болгар бұрышын салып, одан кейін сарымсағымызды, паприкамызды, тұзымызды және кориандарымызды, одан кейін соя соусын салып, барлығын жақсылап араластырып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Фунчозамызды әбден жақсылап сұқ суға шайып алғаннан кейін осылай табамызға салып, жақсылап араластырып жібереміз. Салатымызға салып, одан кейін әдемілік үшін тарелкамызға салғаннан кейін күнжіт сеу қойсаңыздар да болады. Салатымыз өте дәмді, құрғақ та болмайды, не судың да дәмі татымайды. Өте дәмді, әдемі болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда басқа да керемет рецепттердің түрлері бар, соларды қарап жасап көріңіздер. Достар, төмендегі подписаться кнопканы басып және қоңшаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің рецепттерімді жібермей қарап отырасыздар. Төменге лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.